сол архивтерді, көне карталарды ақтарып жүргенде сол Өскеменнің қазақша аты табылды. Қазақша аты сол Кеңгіртұра деп аталған көне карталарда. Тағы бір жанама аты бар, Домқала деп. Бір қаланың екі түрлі аты болған. Орыстар келіп осы жерден әскери бекет сағаннан кейін бұны Усть-Каменогорский деп атаған. Содан кейін қазіргі Павлодарда Кереге-Жар деген. Кейін қысқарып Кереге болып кеткен. Кереку деген содан шығып тұр ғой. Кереку содан шығып отыр. Қызылжар, Кереге-Жар. Семей қала. Семей қала деп. Ол қазақша атау болып тұр ма? Бұрынғы сол жерде бір монастыр болған, бұны қазақтарда, одан кейін мына жоңғарларда Сүме деп атаған. Сүме деп атаған. Сүменің ана өзгеріске ұшыраған түрі ғой, Семей деп сөйтіп кеткен. Бұны Семей Палатинс жеті жаңа кішкентай бір шатырдың тігілген жер деп сөйтіп айтып жатады ғой. Оған еш қатысы жоқ болып тұр ғой. Онымен қатысы жоқ, оның үстінде Сем деген жеті неде жоқ ол жерде. Бұрын ғана монастырдың санасы 6 екен. Жетіге толмайды. 1766 жылғы Семнон дейтін Чүрчіт патшасы болған. Сонда қазақ даласын толық сызады. Қазіргі Атырау деп жүрміз ғой. Атырау. Атырау оның алдында Гурьев деп аталды ғой. Гурьев деді ғой. Гурьевтен бұрынғы түрікше аты анада жазылған, қазақша аты. Ода Ушық деп. Ушық? Ушық. Бірдеңкенің ұшы, ақ. Бұны кейін орыстар Уцик деп өзгерткен. Одан кейін Оралдың көне түрікше аты Теке болған.